Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін біз 5 сынып оқушыларына қазақ тілі пәні бойынша 15 сабақты өтетін боламыз. Оқушылар, ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңыздар. Оқушылар, бүгін біз ас беру деген тақырыппен танысамыз. Біз бұл сабақта қазақтың ас беру дәстүрі туралы білетін боламыз. Фонетика саласы бойынша алған білімімізді қорытындылаймыз. Бірінші тапсырма мәтінді оқыңдар. Қазақ халқы үлкен асты, атақ даңқы бар, ел жұртқа қадірлі адамдар мен қарттарға ғана береді. Әдетте асты марқұмның жыл уақытына туралайды. Ертеде ас өткізу мерзімі 3-4 күнге жалғасқан. Әрі осы күндердің үй тігу, жер ошақ қазу, мал сою, бата оқыту, ас беру, балуан салу, ат шаптыру сияқты рет тәртібі болған. Асқа келген құда жекжат меймандары, ауыл ақсақалдары, ел ағалары мен марқұмның жақын туыстары қарсы алып, қонақ күтетін үйлерге орналастырады. Әр үйге күнделікті қонақ асы сойылып, дастархан жайылады. Ас ішкен сайын Құран оқытылып отырады. Астың соңғы күні ат шаптырып, жеңімпаздарға бәйге береді. Асқа жиналған сал сері, батыр балуан, ақын жырау, әнші күйшілер халықтың дәстүрдің озық үлгілерін көрсетеді. Ас түйім жұрттың басын бір жерге қосып, араздарды татуластырады, ағайындарды жақындастырады. Адам бойына тамаша кісілік қасиет пен өнер білім, үлгі тағылымды дарытады. Сол себепті қазақ халқы асты барынша мағыналы да салтанатты өткізуге күш салған. Тапсырма мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Ас беру дәстүрі туралы не білесіңдер? Қазақ халқы үлкен асты атақ даңқы бар, ел жұртқа қадірлі адамдар мен қарттарға ғана береді. Ас кімге және қашан беріледі? Әдетте асты марқұмның жыл уақытына туралайды. Ас берудің мақсаты не деп ойлайсыңдар? Ас түйім жұрттың басын бір жерге қосып, араздарды татуластырады, ағайындарды жақындастырады. Қазақ халқы неге асты салтанатты да мағыналы етіп өткізуге тырысқан? Адам бойына тамаша кісілік қасиет пен өнер білім, үлгі тағылымды дарытады. Сол себепті асты мағыналы да салтанатты өткізуге күш салады. Тапсырма мәтіннен үндестік заңына бағынбайтын сөздерді тауып оқып беріңдер. Жеңімпаз. Екінші тапсырма фонетикадан өткенді қайталаймыз. Әріп пен дыбыстың айырмашылығын айтыңдар. Қазақ тілінде неше әріп, неше дыбыс бар? Төл дауысты дыбыстарды атаңдар. Дауысты дыбыстар қалай жіктеледі? Қазақ әліпбиінің тарихы туралы не білесіңдер? Әліпбиді кім жатқа айтып береді? Орфография туралы не білесіңдер? Орфоэпия туралы не білесіңдер? И, у әріптерін қосар дыбысты айтыңдар. Я, ю әріптері неше дыбысты таңбалайды? Буынның қандай түрлерін білесіңдер? Буын мен дауысты дыбыстардың қандай байланысы бар? Тасымал мен буын бір ме? Тасымалданбайтын сөздер бола ма? Дауыссыз дыбыстардың жазылу ерекшеліктеріне байланысты не үйрендіңдер? Дауысты дыбыстарына байланысты қандай ерекшеліктерді білесіңдер? Құлақпен естілетін үн дыбыс деп аталады, оны жазу әріп болып саналады. 42 әріп, 37 дыбыс бар. Қазақтың төл әріптері ың, ғы, қ, х. 9 әріп бар, жуан жіңішке. Қазақ әліпбиі қазақ тілінде әріптердің жүйелі тізбегі, 42 әріп. Орфография дұрыс жазу, орфоэпия дұрыс айту, я, и, а, ю, и, у, ашық тұйық бітеу. Сөзде қанша дауысты әріп болса, сонша буын болады. 2 бөлік болады. Дауыссыздардың жасалатын орны ауыз бен көмекей қуыстары, дауысты дыбыстары жалғанған кезде дауыссыз әріптер өзгереді. Үшінші тапсырма кім тапқыр? Сөз жұмбақтарды топқа бөліп шешіңдер. Сөз жұмбақта жасырылған сөз тауып, ол туралы білетіндеріңді баяндаңдар. Ашық тұйық бітеу болып жіктелетін фонетика саласының зерттеу нысаны о, дыбыстарының жақты қатысына қарай жіктелуі, я әрібі таңбалайтын дыбыстар қосындысы, дауыстың қатысына қарай т дыбысының сипаты, дауыстың қатысына қарай ғ дыбысының сипаты, қазақ тілінде жақын түркі тілі, ауаның кедергі ұшырауынан пайда болатын тіл дыбыстары, 28 бұл қазақ тіліндегі төл саны, айтылу кезінде үн басым болып келетін дауыссыз дыбыстың түрі, дыбыс пен әріп саны сәйкес келмейтін безендіруге байланысты сөз, әліпбидегі 4-ші әріп. Буын ашық, я, қатаң, ұяң, татар, дауыссыз дыбыс, үнді ою, в. Жауабы Байтұрсынов деген сөз шығады.
тапсырма сөз жұмбақ дұрыс шешіңдер. Фонетика саласының нысанын білесіңдер. Мектеп сөзіндегі буынның түрі, қазақ даласында 8 ғасырдан бері пайдаланатын жазудың түрі, стақан сөзінің айтылуы, ат сөзіндегі буынның түрі, қазақ әліпбиіндегі 17 тұрған дыбыстың таңбасы, сөздердің дұрыс жазылу заңдылықтарын қарастыратын тіл білімінің саласы, қазақ халқы 29-40 жылдар аралығында пайдаланған жазудың түрі. Бітеу араб, стақан, тұйық, орфография латын. Жауабы тасымал. Б. Сөз жұмбақта жасырылған сөздерді табыңдар. Сөз жұмбақтарының жауабы: ілгерінді, түрік, жуан, мен, тасымал, жантай, тоғыспалы әліпби, кейінді, ықпал. Бұл жердегі сөз жұмбақтың жауабы грамматика. 4-ші тапсырма: берілген сөздерді орфоэпиялық нормаға сай жазыңдар. Уыз, пу, гүлу, суық, гетту, сену, су, өсиет, сүңгиді, гиім, пиыл, тиын, мұқият, сарғаю. 5-ші тапсырма: мәтіндегі сөздерді буынға бөліп жазыңдар. Қонышы, тізені, жауып тұрғандай, ұзын, табаны қалың, сірідей жасалған, оң солы жоқ, түзу болып тігілетін аяқ киім. Саптама етік деп аталады. Мұндай етік қыста аязды күні ат үстінде жүргенде жылы әрі қолайлы. 6-ші тапсырма: берілген үш сөзді пайдаланып үндестік заңын түсіндіріңдер. Сөздің соңғы буынының жуан немесе жіңішкелігіне қарай қосымшалардың да жуан не жіңішке болып жалғану заңдылығын буын үндестігі немесе сингармонизм деп атаймыз. Мысалы, бастықтардың мектебі. Бұл заңдылыққа бағынбайтын жайлар да кездеседі. Мысалы, хана қосымшасы арқылы кітапхана. 7-ші тапсырма: берілген сөздердегі ықпал түрлерін анықтаңдар. Күрегі кейінді ықпал, тұрағына кейінді ықпал, ашса кейінді ықпал, үш сандық тоғыспалы, жанбады, жанбоды тоғыспалы ықпал, әнмен 10 парақ ілгерінді ықпал, қанқұрт, жанкешті тоғыспалы ықпал, сен келдің ілгерінді ықпал. 8-ші тапсырма: екі бағандағы мағынасына қарай сәйкестендіріңдер, мысал келтіріңдер. Әліпби: жазуда қолданылатын әріптердің ретті жиынтығы. Тасымал: сөздің жолға сыймай қалған бөлігін екінші жолға көшіру. Фонетика: тіл дыбыстарының айтылуын, жазылуын, жасалуын қарастыратын тіл білімі саласы. Орфоэпия: сөздің дұрыс дыбысталу, айтылу заңдылығы. Орфография: сөздердің дұрыс жазылу заңдылығы. Дауыстылар: ауаның сыртқа кедергіге ұшырамай шығуынан жасалатын дыбыс түрі. Дауыссыздар: қарқынды ауаның кедергіге ұшырап шығуынан жасалатын дыбыс түрі. Үндестік: сөздің үйлесіп, бастан аяқ біркелкі әуезбен айтылуы. Буын: сөз құрамындағы бір немесе бірнеше дыбыстан тұратын бөлшек. Ықпал: сөз бен сөз арасындағы сөз бен қосымша жігіндегі дыбыстардың бір-біріне әсері. Оқушылар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.